Тамыздың 4-нен бастап Ақтөбе қалалық жұмыспен қамту орталығы халыққа қызмет көрсету орталығында бос орындар жәрмеңкесін өткізуде. Бұл шара жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында ұйымдастырылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша шараның негізгі мақсаты тұрғындарға бос орындарды насихаттау және жұмыссыз азаматтарды жұмысқа орналастыру болып табылады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бір апта бойы халыққа қызмет көрсету орталығында өтетін бос орындар жәрмеңкесінің жұмыс іздеп жүрген ақтөбеліктерге көмектесуге септігі тиеді деп отыр мамандар. Ұйымдастырушы тараптың мәліметі бойынша қазіргі уақытта орталықта әртүрлі мамандық иелерін қажет ететін 500-ге тарта бос жұмыс орындары тіркелген. Бұл шараның мақсаты қызмет көрсету орталығына келген азаматтарға, соның ішінде мемлекеттік балалар жәрдемақысы және әлеуметтік көмек алу аз қамтылған отбасылардың жұмысқа қабілетті азаматтарды қатыстыру. Сол мақсатта бізде түсіндіру ақпараттық жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Айта кету керек, жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы 3 негізгі бағыт бойынша жүзеге асырылмақ. Бұл тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жүйесі бойынша жұмыспен қамтамасыз ету, сондай-ақ кәсіпкерлік саласын және тірек ауылдарды дамыту арқылы пайда болған бос жұмыс орындарын ұсыну. Халыққа қызмет көрсету орталығында өтіп жатқан жәрмеңкеге бірінші күні автокөлік жүргізуші болуға ынталы тұрғындар және мамандығы бойынша жұмыс таппай жүрген мұғалімдер келді. Кейбір адамдар өз мамандықтары бойынша, кейбірлері повардыкын, швеяныкын сұрайды кейбір адамдар. Әр адамның өзінің ұсынысына байланысты өзіміз береміз. Тізім бар, тізіммен біз жолдама береміз. Жолдама арқылы олар собеседование барады, өздері әңгімелесу барысында өздері жұмыс беруші өзі айтады, жұмысқа қабылдай ма, қабылдамай ма. Ол жазбаша түрде көрсетеді, сосын бізге жұмысқа қабылдаса, сол жолдамада жауабын жазады. Егер қабылдаған кезде біз уже құжаттарын бәрін дайындай береміз өзіміз. Ақтөбе қалалық жұмыспен қамту орталығынан алынған мәлімет бойынша жыл басынан бері 10 мәрте бос орындар жәрмеңкесі ұйымдастырылған. Нәтижесінде 300-ден астам адам жұмысқа орналастырылған. Сондай-ақ соңғы 7 айдың ішінде 616 ақтөбелік халыққа қызмет көрсету орталығына жұмыссыз есебінде тіркеуге тұру үшін келген. Айгүл Баймен, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.